Prepositions of time. In, on, and at. Мен сіздерге уақыт демеуліктерін түсіндіретін боламын. Негізі in демеулігі біздің қазақ тіліміздегі да, де, та, те, деген жалғауларына сәйкес келеді және сондай сөйлемге мағына береді. Енді in демеулігін қай кезде нақты қолданамыз? Айларды айтқан кезде қолданамыз. In July, in September, яғни қыркүйек айында, шілдеде, ақпанда, in February. Жылдарды айтқан кезде, мысалы 1985 жылы деп айтқымыз келсе, in 1985. Мезгілдерді айтқан кезде, жазда, in summer. Күннің бөліктерін айтқан кезде, in the morning, таңертең, in the evening, кешке. Уақыт ұзақтығын айтқан кезде, мысалы, in 2 weeks, 2 аптада, in 3 months, 3 айда, in a minute, уақыттың ішінде 1-2 минутта деп те айтсақ болады. Айларды, жылдарды, мезгілдерді, күн уақыттарын, уақыт ұзақтығын айтқан кезде in демеулігін қолданамыз. Келесі on демеулігі апта күндерінің алдында қолданылады. On Friday, on Saturday. Енді күнге қатысты айтатын болсақ, 26 қазанда, on 26 October. Арнайы мерекелерде on good day, on Easter Sunday, on my birthday, туған күнде, жақсы күнде деген мағынаны білдіреді. Ерекше бір күннің бөлігін айтсақ, on the morning of October 15th. At бұл да уақытқа қатысты айтылады және бұл көбіне қалыптасып кеткен тіркестерге және нақты уақытты айтқанда қолданылады. Мысалы, сағат 5-те, at 5 o'clock. Қалыптасқан тіркестер at the same time, at the moment, at present, at weekend. Дәл қазір, мейрамда деген мағыналарда қалыптасып кеткен тіркестерде өзгертілмей қолданылады. Celebrations, мерекелер, мейрамдарда at Christmas, at Наурыз деп, Наурыз мейрамда деп айтсақ та болады. Part of the day, күннің бөліктерінде, түнде, at night, at midnight сөздерінде қолданылады. Енді мұна суретке назар аударайық. Нақты біз айтқан уақыттарда қолданылады. Жылдарда, уақыттарда, айларда, on, апта күндері, мейрамдарда, ерекше бір күнді атағанда, at, уақытты және де тіркестерде қолданылады. Уақытқа байланысты осы 3 демеулік түсінікті болды деген ойдамын.